Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі видеомызда ерлердің циститі туралы әңгімелесеміз. Бұл тақырып көпшілікке ыңғайсыз көрінуі мүмкін, бірақ денсаулық мәселесінде ұялатын ештеңе жоқ. Бүгін мен Мирас, циститтің не екенін, оны үй жағдайында қалай жеңілдетуге болатынын, және ең бастысы, бұл аурудың алдын қалай алуға болатынын айтып беремін. Видеоны соңына дейін қараңыз, себебі соңында емдеу жолдары туралы маңызды кеңестер беремін. Цистит бұл қуықтың қабынуы. Көпшілік бұл ауруды тек әйелдерге тән деп ойлайды, бірақ ерлер де бұл аурудан зардап шегеді. Айырмашылығы мынада: ерлердің несеп шығару жолы ұзынырақ болғандықтан, инфекция қуыққа жету үшін көп жол жүреді. Сондықтан ерлерде цистит сирегірек кездеседі, бірақ пайда болған жағдайда ауырырақ өтеді және жиі асқынулармен бірге жүреді. Ерлерде циститтің ең жиі себебі бактериялық инфекция. Ішек таяқшасы деп аталатын бактерия несеп шығару жолы арқылы қуыққа енеді. Сонымен қатар простатаның ұлғаюы да циститке жол ашады. Себебі несеп толық шықпай қуықта қалып, бактериялардың көбеюіне қолайлы орта жасайды. Иммунитеттің төмендеуі, суық тию, отырықшы өмір салты, жыныстық жол арқылы жұқтыру және медициналық манипуляцияларда осы аурудың себептері болып табылады. Циститтің белгілері туралы қысқаша айтатын болсақ, несеп шығарғанда күшті күйдіретін ауырсыну пайда болады. Жиі дәретханаға барғыңыздың келеді, бірақ несеп аз мөлшерде шығады. Несеп лайланады, кейде қан аралас болып шығады. Төменгі іш пен жамбас аймағы ауырады. Кейбір жағдайларда температура көтеріліп, жалпы әлсіздік байқалады. Егер температура 38 градустан жоғары болса, бұл бүйрекке инфекция өткенін білдіруі мүмкін. Бұл жағдайда дереу дәрігерге барыңыз. Енді ең маңызды бөлімге келейік. Алдымен айта кетейін. Үйде емдеу дегеніміз дәрігерді алмастыру емес. Бұл дәрігерлік еміне қосымша, немесе жеңіл белгілер кезінде уақытша жеңілдету шарасы. Егер белгілер 2 күннен артық созылса, міндетті түрде дәрігерге барыңыз. Бірінші және ең маңызды нәрсе – көп су ішу. Тәулігіне кемінде 2,3 литр таза су ішіңіз. Бұл не үшін қажет? Көп су ішкенде несеп жиі шығады. Сол арқылы бактериялар механикалық жолмен несеп жолдарынан шайылып шығады. Бұл ең қарапайым, бірақ ең тиімді әдіс. Кейбір ерлер ауырсыну болғандықтан аз су ішкісі келеді, бірақ бұл қате. Керісінше, мол сұйықтық ішіп, жиі несеп шығару керек. Екінші жол – мүкжидек шырыны, немесе шайы. Мүкжидек ерте заманнан бері несеп жолдарының инфекциясын емдеуге қолданылады. Оның құрамындағы пантоцианидин деген зат бактериялардың несеп жолдарының қабырғасына жабысуына кедергі жасайды. Күніне 2 стакан мүкжидек шырынын немесе 2-3 кесе мүкжидек шайын ішіңіз. Бірақ асқазан ауруы барларға немесе қан сұйылтқыш дәрі ішетіндерге сақтықпен қолданған жөн. Үшінші жол – брусника шайы. Брусникада мүкжидек сияқты тамаша уросептик болып табылады. Оның жапырақтарын қайнатып, шай ретінде ішуге болады. Брусника жапырағының шайы қуықтың қабынуын басып, несеп шығаруды жеңілдетеді. Төртінші жол – жылылық. Төменгі іштің ауырсынуын жеңілдету үшін жылы грелканы немесе жылы сулы бөтелкені белдің астына қойыңыз. Бірақ тым ыстық болмасын, тек жылы. Бұл ауырсынуды уақытша басады және бұлшықеттердің спазмын жеңілдетеді. Дегенмен, температура болған жағдайда жылылық қолдануға болмайды. Бесінші жол – дұрыс тамақтану. Цистит кезінде ащы, тұзды, қышқыл тағамдардан бас тарту керек. Кофе, алкоголь, газды сусындар қуықтың қабырғасын тітіркендіріп, ауырсынуды күшейтеді. Осы кезеңде жеңіл, қайнатылған немесе буда пісірілген тағамдарды жеңіз. Сарымсақ пайдалы, себебі оның табиғи антибактериялық қасиеті бар. Алтыншы жол – арнайы шөп шайлары. Дәріханалардан несеп жолдарын емдейтін арнайы шөп шайлар сатылады. Олардың құрамында әдетте аю жүзім жапырағы, бүйрек шөбі, итмұрын болады. Бұл шайларды нұсқаулыққа сай ішсеңіз, жеңіл циститте жақсы нәтиже береді. Жетінші жол – ыңғайлы киім. Цистит кезінде тар, синтетикалық іш киімнен аулақ болыңыз. Жасанды матадан жасалған киім ылғалды ұстайды және бактериялардың көбеюіне жағдай жасайды. Мақтадан жасалған, жайлы іш киім киіңіз. Сегізінші жол – демалу және стрессті азайту. Стресс иммунитетті төмендетеді, ал иммунитет төмендегенде инфекция оңай өршиді. Циститпен ауырып жатқанда денеңізге демалу беріңіз, толық ұйықтаңыз, физикалық жүктемені азайтыңыз. Енді ең маңызды бөлімге – алдын алуға келейік. Себебі циститті емдегеннен гөрі алдын алу әлде қайда оңай және ақылды. Бірінші ереже – дұрыс гигиена. Ерлер үшін жыныс мүшелерінің тазалығы өте маңызды.
Күнделікті душ қабылдаңыз, бірақ агрессивті сабындарды жыныс мүшелерінің нәзік аймақтарына қолданбаңыз. Олар табиғи микрофлораны бұзады. Екінші ереже: несепті ұстап жүрмеңіз. Дәретке барғыңыз келгенде ұстамаңыз. Несепті ұзақ ұстау бактериялардың қуықта өсіп өнуіне мүмкіндік береді. Тәулігіне 6-8 рет несеп шығаруымыз қалыпты болып саналады. Үшінші ереже: жыныстық қатынастан кейін гигиена. Жыныстық қатынастан кейін несеп шығарыңыз. Бұл бактериялардың несеп жолдарынан шайылып шығуына мүмкіндік береді. Бұл ереже аз білінетін, бірақ өте тиімді алдын алу шарасы. Төртінші ереже: суықтан сақтану. Белдің, аяқтың суынуы циститтің ең жиі себептерінің бірі. Суық жерде отырмаңыз. Қыста жылы киініңіз. Бел мен жамбас аймағын суықтан қорғаңыз. Салқын суда ұзақ жүзуден де сақтаныңыз. Бесінші ереже: иммунитетті нығайту. Иммунитеті мықты адамда инфекция оңай орнықпайды. Иммунитетті нығайту үшін дұрыс тамақтаныңыз, ұйқыңызды толық алыңыз, жаяу серуендеңіз, спортпен айналысыңыз. Витамин С бар тағамдарды жиі жеңіз. Лимон, итмұрын, цитрус жемістері иммунитетті жақсартады. Алтыншы ереже: простатаны бақылаңыз. 40 жастан асқан ерлер үшін бұл өте маңызды. Простатаның ұлғаюы циститтің жиі себебі болып табылады. Жылына бір рет уролог дәрігеріне барып тексеріліңіз. Простата ауруы ерте анықталса, емдеуі оңай. Жетінші ереже: дұрыс тамақтану. Қантты, майлы тағамдар, фастфуд иммунитетті әлсіретеді. Бұршақ, жасылдықтар, жидектер, жеміс-жемістер мол болсын. Алкогольді шектеңіз, себебі ол қуықтың қабырғасын тітіркендіреді және иммунитетті төмендетеді. Сегізінші ереже: жыныстық жол арқылы берілетін инфекциялардан сақтану. Кейбір жыныстық жол арқылы берілетін инфекциялар циститке ұқсас белгілер береді, немесе оны тудырады. Таныс емес серіктеспен қорғаныс құралдарын міндетті түрде қолданыңыз. Тоғызыншы ереже: жыл сайын тексерілу. Белгілер болмаса да, жылына бір рет уролог дәрігеріне барыңыз. Ерте анықталған ауру оңай емделген ауру. Бұл ережені ұмытпаңыз. Цистит ол ұялатын ауру емес. Бұл кез келген адамда болуы мүмкін. Маңыздысы, оны уақытында байқап, дұрыс шаралар қабылдау. Үйде көп су ішіңіз, мүкжидек шайын ішіңіз, жылы ұстаңыз, дұрыс тамақтаныңыз. Бірақ егер 2 күннен артып жақсармасаңыз, қан пайда болса, температура көтерілсе, дереу дәрігерге барыңыз. Денсаулығыңызды елемеңіз, ол сіздің ең қымбат байлығыңыз. Егер бүгінгі видео пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басыңыз, каналға жазылыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін бұл ақпарат біреуге өте қажет шығар. Комментарийде сұрақтарыңызды жазыңыз. Келесі видеода жауап береміз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.